ютубтағы ең пайдалы видео кітап бойынша, және де кітаптан қалай максимумды ала алады. Мінекей осы тақырыпты қозғаймыз достар. Барлықтарына сәлем. Бұл болашақ мұғалім арнасы, және де бүгін арнайы осындай папка алып келдім. Сіздерге барлығын көрсетіп үшін, болашақында анпакинг, ішінде не бар, қандай стикерлер бар, қандай түс қолдану керек, және де кітапты оқу үшін не істеу керек, осының барлығын сіздер өздеріңізге қолдана аласыздар. Бұл өте пайдалы видео болып келеді. Бұл видеоның арқасында сіздер кітаптан максимум нәрсені ала аласыздар. Оны қалай алады, қалай істеу керек, қандай құралдар керек, осының барлығын бүгін біз айтатын боламыз достар. Ендеше міндетті түрде каналға тіркеліп кетсеңіздер, лайк басып кетсеңіздер, комментарий жазып кетсеңіздер, бұл видеоны міндетті түрде өздеріңіздің саморазвивающийся достарыңызға жіберіңіздер. Мені инстаграмға тіркеліп кетсеңіздер, ендеше бастаймыз. Сонымен бұны мен дәл осы Марғұлан Сейсенбайдың жақында ғана алдым, өте жақында ғана алдым. Осы технология счастливой жизни, миссия выполнима деген кітабынан алған болатын. Бірден бұл кітаптың басында арнайы глава бар, арнайы бөлім бар. Бұл кітапта жалпы кез келген кітаптан қалай максимумды алатыны өте керемет, өте оңай бастады. Әзірше тек қана бірінші бөлімнен ғана бастадым. Себебі бұрынғыдай тез оқып кетпеймін кітапты. Дәл қазір мен үшін ең бастысы бұл кітаптан Марғұлан Сейсенбай айтқандай, Марғұлан Сейсенбай кеңес бергенде кітаптан максимумды алу. Ал енді не істеймін? Қараңыздар, кітапты бұлай қоя тұрайын. Маған біріншіден кітапты бастамас бұрын былай жасау керек. Кітапты оқымас бұрын міндетті түрде кітапта ең алдымен өзін анықтап алуым керек. Яғни біріншіден бұл кітапты қай уақыттарда оқимын? Мысалы, таңертең сағат 6-та немесе кешкі сағат 8-де. Осылай сіз өзіңізге нақты бір минуттан қойып алу керексіздер. Неге? Себебі егерде көп адамдар, әсіресе кітапты енді ғана бастап жатқан адамдар, кітапты оқымай кететіндер бар, кітапты қалдырып кететіндер бар. Ал ол дұрыс емес. Кітапты әрине соңына дейін оқу ол маңызды емес. Кейбір кітаптарды соңына оқудың да қажеті жоқ. Осы кейбір кітаптар шынымен де шаршатып жібереді. Ішінде сулар көп деген сияқты. Ал бұл жерде сіз ең басында, ең басқы бөлігінде сізге керегі ең нақты бөліктермен қойып алу. Бұл бір. Бұны жасалғаннан кейін, нақты таймер қойғаннан кейін, нақты уақыт қойғаннан кейін оқитын сізге керегі бұл кітапты мен не үшін оқимын деп өзіңізге сұрақ қойып, және де соған жауап беру. Өйткені сіз егерде кітапты жайдан-жай оқысаңыз, бұл сізге ешқандай пайда бермейді. Сіз өзіңізге бір нақты мақсат қоюыңыз керек. Неге деген сұраққа жауап беруіңіз керек. Бұл жерде міндетті түрде мен бұл кітапты бай болып кету үшін оқымай. Мен бұл кітапты міндетті түрде бір бақытты болу үшін оқимын деген жауап керек емес. Бұл жерде тек қана кішкене уақытны пайдалы өткіздіру үшін, өзіме ұнағандықтан кітап оқу, өзіме ұнағандықтан, немесе бұны маған досым бергендіктен досым үшін оқимын деген сияқты кейбір қисынсыз жауаптар да келеді. Бұл жерде істеуге болады. Енді бұл жерде керегі сізге бірнеше стикерлер алу, яғни түрлі түсті стикерлер алу. Бірақ стикерді алмас бұрын міндетті түрде маркер алыңыз. Марғұлан Сейсенбай айтқан маған сары түсті маркер ұнайды. Мен де сары түсті маркер алдым. Одан кейін осы кітапты маркерді және де стикерлерді салу үшін осындай бір арнайы папка алыңыз. Бұл өте ыңғайлы болады. Енді бірнеше стикерлер керек. Бұл стикерлер не нәрсе? 5 түсті стикер керек. Бұл стикер не нәрсе? Түсіп қалды, қазір алайын. Алдым. Бұл стикерлер не үшін? Кітап ол тамақ сияқты. Мысалы, біз тамақта белогы бар, яғни нәруызы бар, көмірсуы бар, углеводы. Кітаптан майлары бар, жырлары, кітаптан витаминдары бар, және де кітаптан клетчаткалары бар, сонымен қоса кітапта сулары бар. Тамақта дегенін кешірім сұраймын. Мінекей, тура сол сияқты бұл жерде сіз Марғұлан Сейсенбай айтқандай, мен үшін өте маңыздысы бұл жерде белоктар, яғни кез келген тамақта белок маңызды ғой. Сол сияқты сізге де кітаптан белок маңызды. Белокта ол өте маңызды сұрақтар, өте маңызды жауаптар. Міне соларды қызыл түспен белгіленеді. Мен қызыл түсті стикер таба алмадым, оның орнына роза берді. Бұл бір. Одан кейін углеводтар бұл жерде бір кішкене ғана бір қажет сұрақтар. Өмірде керек болып қалатын нәрселер. Бұлардың барлығы углеводтарды жасыл емес.
оранжевый түспен, міне оранжевый түспен белгілеймін деді, менде оранжевый түсім қайда кетті. Міне оранжевый түспен белгілеймін деді. Бұл екі. Одан кейін жырлар ол әрқашанда бірдеңеге дамуға қарай, ол жырлар көбінесе бір тамақты строить ету үшін керек қой. Тура сол сияқты мына кітаптың ішіндегі бір маңызды ақпарат дейтін нәрселерді, тағы да маңызды ақпарат дейтін нәрселерді бұлды жырлар деп арнайы бір түспен белгілеуге болады. Міндетті түрде бұл түстер емес. Одан кейін витаминдар бұл керемет сөздер, витаминдар бұл собеседованияға керек сөздер. Бұл міндетті түрде бір мықты, бір ішінде күшті бір цитата емес. Бұл тіпті әзіл бойынша да қолдануға болады. Бұларды ал, міне бұлар витаминдар. Және де біздегі клетчаткалар әзірше секіре бастаған жоқпын. Клетчаткалар олар бір статистикалар, олар бір қатты маңызды емес, бірақ қандай да бір нақты бір презентация жасаған кезде, жоба жасаған кезде бұл статистикалар, бұл цифрлар сізге міндетті түрде керек болады. Сондықтан да оған да арнайы бір түс бастауға болады. Мінекей осы стикерлерді жабыстырасыз, сол жақ шетін жабыстыруға, оң жақ шетін жабыстыруға, астына үстіге жабыстыруға болады кітаптың. Және де оқып болғаннан кейін қайтып ашасыз. Ашқан кезде сізге ең маңыздысы белоктар, яғни маңызды дейтін ақпараттар. Сол маңызды ақпараттарды өзіңізге аласыз да, қайтып оқып шығып, өзіңізді өміріңізге планированияға бастап кетесіз. Мінекей осылайша сіз кітаптан максимумды алатын боласыз. Ендеше достар, өте пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Мен сізге міндетті түрде пайдалы болды деп ойлаймын. Ендеше кеттік достар, келесі видеоларда кездескенше кітап оқыңыздар.